1/17 есептің анықталмаған интеграл табыңыздар дейді. Есептің берілгені 0,175 х квадрат қосу 9-дан 1 х-тің 9 дәрежесі dx. Сонда бізде 0,175 дегеніміз 4-тен 3, х-тің 2 дәрежесінің алғашқы функциясы х-тің 3 дәрежесі бөлу 3 қосу 9-дан 1 көбейтіп х-тің 9 дәрежесінің алғашқы функциясы х-тің 10 дәрежесі бөлу 10 болады. Мұнда 3 пен 3 қысқарып кетеді. Сонда 4-тен 1 х-тің 3 дәрежесі қосу 9 пен 10-ды көбейтсек 90-нан 1 х-тің 10 дәрежесі болады. Немесе 4-тен 3 х-тің 3 дәрежесі қосу 90-нан х-тің 10 дәрежесі деп жазуымызға болады. 10 бірге көбейтіліп кетеді. Екіншісі 6-дан х-тің минус 7 дәрежесі минус 1,125 х-тің 4 дәрежесі dx тең. 6-дан 1 көбейту х-тің минус 7 дәрежесі плюс 1 бөлімінде х-тің минус 7 қосу 1 болады. 1,125-ті 1,4-тен 3 х-тің 4 қосу 1 дәрежесі бөлу 4 қосу 1 деп жазамыз. Тең болатын жерде 6-дан 1-дің өзін жазамыз. Минус 7-ге 1-ді қоссақ минус 6. Минус 7-ге 1-ді қоссақ х-тің минус 6 дәрежесі минус 4-тен 1 4-тен 7 көбейту 4-ке 1-ді қоссақ 5. Мына жерге 4-ке 1-ді қоссақ х-тің 5 дәрежесі. Сонда бізде 6 жерде 6 минус 6-дан шығып кетті. Минус 36-дан х-тің минус 6 дәрежесі минус 20-дан 7-ның 7 х-тің 5 дәрежесі болады. 4-ті 5-ке көбейттік, 20 шықты. Мына х-тің n дәрежесінің алғашқы функциясы х-тің n плюс 1 дәрежесі бөлу n плюс 1 болады. 1/17 есептің үшіншісі интеграл 10 бөлінген түбірасты 5 минус 2х минус 3 х-тің минус 11 дәрежесінің алғашқы функциясын табыңыздар дейді. 10 көбейту түбірдің алғашқы функциясы 2 түбірасты х болғандықтан мынау формуладағы 2 5 қосу 2х-тің өзін жазамыз минус 3 х-тің минус 11 плюс 1 дәрежесі бөлімінде минус 11 қосу 1 тең. 10-ды 2-ке көбейтеміз 20, 5 қосу 2х минус 3х-тің минус 10 дәрежесі бөлу минус 10 тең, минус 3. Мына х-тің минус 10 дәрежесі 1 бөлінген х-тің 10 дәрежесі болады. Теріс сан мен теріс сан 10 сан болады. Сонда 3 бөлу 10 х-тің 10 дәрежесі. Мына жерде көрсетілу минус 1 минус 3 көбейту 1 бөлу х-тің 10 дәрежесі бөлу минус 10 тең. Минус 3 көбейту минус 10 х-тің 10 дәрежесі. Теріс санға бөлсек оң сан болады. 3 бөлінген 10 х-тің 10 дәрежесі. Бірде 18 есеп. 1/18 есептің 1/19 есептің біріншісі екен. Х-тен тең 2х қосу 3-тің 3 дәрежесі функциясының алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыздар. Демесе жалпы түр ендеше олай болса мыналарға плюс х-тен қосып отыруымыз, плюстан қосып отыруымыз керек. Жалпы түрін табыңыздар деп тұр ғой біз есепте. Енді 2х қосу 3-тің 3 плюс 1 дәрежесі 3 қосу 1. Бұл бізде х-тің n дәрежесінің алғашқы функциясына келтіремін. Х-тің n дәрежесінің алғашқы функциясы мынау тұр. Жалпы түрі осыған келтіруіміз керек. 2х қосу 1 х-тің орнында тұр. 3 дегеніміз n-нің орнында тұр. Олай болса алғашқы функциясы 2х қосу 3-тің 3 қосу 1 дәрежесі бөлу 3 қосу 1 тең. Мынау 2 дегеніміз k-ны береді. 2-ге қарама қарсы 2-ден 1 көбейту. 2х қосу 3-тің 4 дәрежесі бөлу 4. 4-ті 2-ке көбейтеміз. 8-ден 1 2х қосу 3-тің 4 дәрежесі. Екіншісі х-тен f тең 3х минус 2-нің 8 дәрежесі тең 3-тің теріс саны 3-тен 1. 3х минус 2-нің 9 дәрежесі бөлу 9. Бұл мына формуламен шығардық. Х-тің n дәрежесінің алғашқы функциясы х-тің n плюс 1 дәрежесі бөлу n плюс 1. Осыған келтіріп жатырмыз. Сонда бізде 3х минус 2-нің 9 дәрежесі бөлу 27. 9 3-ке көбейттік. Алғашқы функциясы осы болды. Үшіншісі интеграл х-тен f тең синус 3х минус 4 функциясы берілген. Осы функцияның алғашқы функциясының жалпы түрін табуымыз керек. Мұнда с деп қоямыз.
Енді 3-ке терісі 3-тен 1 болады. Синус x-тің алғашқы функциясы минус косинус x болады. 3x минус 4-ке тең. Қосылса. Төртіншісі x-тен f тең. Косинус 2x қосу пи бөлу 3 x-тен f тең 2-ден 1. Ананың 2-ден 1 алдына шығып кетті. Косинустың алғашқы функциясы синус x мінекей. Косинустың алғашқы функциясы синус x мұнда жазылып тұр. Косинустың алғашқы функциясын жаздық. 2x қосу пи бөлінген 3-ке тең. Қосу с болады.